Бір айдан астам уақыт күні-түні кезекшілікпен блок-бекеттерде жұмыс жасап жатқан қызметкерлерге қолдау көрсету мақсатында Түркістан облысы полиция департаментінің психологтары тренинг өткізді. Полиция қызметкерлерін қолдау мақсатында, күйзелістен айығуға көмектесу мақсатында біз бірқатар іс-шаралар ұйымдастырдық, тренинг сабақтар ұйымдастырылды. Іс-шара барысында психологтармен бірге еріктілер де жұмыс атқарып, өз үлестерін қосты. Олардың бірі Түркістан қаласындағы колледждердің магистр оқытушысы психолог Ләззат Жұмабаева болса, екіншісі қаламыздағы белсенді жастардың бірі блогер Гүлжамиля Зайырова. Қандай күйде келе жатсыздар? Қауіпті індеттен күресу жолында жақсы ма барлығы? Біздің қызметкерлер сіздерге қандай? Жалобы жоқ па? Арыз шағымдарыңыз жоқ па? Барлығы дұрыс па? Біздің құқық қорғаушылар қызметіне көмектесу мақсатында осы блокпостқа келіп қалдым. Біздің құқық қорғау қызметкерлер қазіргі таңда үйін тастап, отбасын тастап, осы жерде қанша күннен бері, 14-15 күннен бері демалыссыз, үздіксіз қызмет атқарып жатыр. Ал біздің міндетіміз, халықтың міндеті үйде тәртіп сақтау және сол тәртіпке бағыну. Бүгінгі күннің батырлары, яғни елбасына күн туған шақта аянбай еңбек етіп жүрген қызметкерлер сәлемдесуді ерекше іс-қимылмен көрсету, күйзелістен арылу, жақсы тілек тілеу, түйін секілді психологтар ұйымдастырған барлық іс-шараларға қызығып, белсенділікпен қатысты. Сіздердің тренингтеріңізге үлкен рахмет. Сіздерден аман есен бәріміз құтылып, Түркістан қаламыз көркейіп өсе берсін. Бұл жаттығулар жұмысқа деген құлшынысты арттыруға, күйзелістен арылып, серпілуге бағытталған. Психологтар ұйымдастырған іс-шараларға қатысқан қызметкерлер жағымды әсер алып, осындай жаңашыл тренингтер өткізген үшін алғыстарын жеткізді. Кішкене жүйке жүйем тынышталып, ойлаған ісімнің бәрін жинап, халыққа жақсы қызмет көрсетуін көздеп отырмын және соны жасаймын. Оған қоса психологтар полицейлер мен дәрігерлерге бас, арқа, аяқ-қолға массаж жасалатын, миды тынықтыратын құралдарды пайдаланып көмектесті. Осылайша психологтар блок-бекеттерде тұрған қызметкерлерге шаршаудың алдын алу және қиын келеңсіз жағдайларды бастан өткерген мезеттегі көңіл-күйді бақылауда ұстау туралы кеңес беріп өтті. Бәріміз осы бірлесе отырып, осы індетті жеңіп шығамыз. Барлық Қазақстан халқына айтарым, үйлеріңізде болып, біздің қызметкерлерге көмектессеңіздер.